Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Анар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге английский пирог банафи пай пирогын дайындайтын боламыз. Жалпы банафи сөзі ағылшын тілінен аударғанда екі сөздің қосындысынан тұрады екен, банан және тоффи деген сөзден. Тоффи дегеніміз ирис деген мағынаны білдіреді. Пирогтың аты, яғни ішіндегі салмасына байланысты қойылған екен. Яғни бұл жерде песочное тесто және де вареная сгущенка, банан және сливкиден дайындалған крем өте сондай керемет үйлесімділік табады және дәмі керемет болады. Құрамына керекті заттарды мына жерде жазып кеттім. Скрин жасап алсаңыз болады және төменде видеоның соңында описанияда қалдырдым. Олай болса, керекті заттармен таныстырып өтейін. Ұн қажет болады. Және ұн қопсытқышымыз 1 жұмыртқа және 1 жұмыртқаның сары уызы, сахарная пудра және де бөлме температурасында тұрған сары май қажет болады. Ал енді салмасына қажетті заттар таныстырып өтейін. Сап-салқын сливки қажет болады. Және вареная сгущенка ең сапалы түрін алыңыздар. 3 желание, айналайын сияқты. Және 3-4 банан қажет болады. Және қант ұнтағы қажет болады. Енді ары қарай біздер осы қамырын дайындауға кірісеміз. Ең бірінші електен міндетті түрде ұнымызды жақсылап өткізіп аламыз. Електен өткізілген ұннан біздің қамырымыз жұмсақ біркелкі болып шығу үшін осы електен өткізіп алғаныңыз дұрыс болады. Одан кейін міндетті түрде ұн қопсытқышымызды осы жерде салып жүреміз бірге. Ұнмен бірге араласып кету үшін жақсы болып. Осыдан кейін біздер қант ұнтағында салатын боламыз. Сахарная пудраны да осы жерде електен өткізіп аламыз. Өйткені осы сахарная пудрада да кейде ішінде түйіршіктер қалып кетеді. Осылай мінекей барлығы өте жақсы болып електен өткізілгенде үлпілдек болып қамырымыз шығатын болады. Ары қарай сары майымызды саламыз. Сары майымыз бөлме температурасында тұрған, осындай жұмсақтау болу қажет. Сары майымызды ұнға қосып, жақсылап қолымыздың көмегімен араластыратын боламыз. Сол кезде сізде песочная крошка шығатын болады, мінекей көріп тұрғаныңыздай. Одан кейін барып біз жаңағы жұмыртқамызды қосатын боламыз. Жұмыртқамызды ортасына осылай құйып, қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Барлығын жақсылап біріктіретін боламыз. Қамырымызды осылай қолымыздың көмегімен барлығын біріктіріп, жақсылап араластырып, қамырды илейтін боламыз. Артық ұн қоспаңыздар. Рецептте көрсетілген ұнды ғана қосыңыздар. Барлығын біріктіргенде сізде осындай эластичный біркелкі қамыр шығады. Қамырды бірден алып, пирогты дайындай берсеңіз де болады. Я болмаса холодильникке 30 минутқа салып алыңыз. Мен 30 минутқа холодильникке салып алдым. Енді менде мынандай форма, разъемная форма, диаметрі менде 24 см. Сізде өзіңізде қандай форма бар, соған салып дайындай берсеңіз болады. Қамырымыз холодильниктен шықты. Енді пирогымызды дайындауға кірісеміз. Қолымыздың көмегімен осылай жақсылап жайып аламыз. Бортиктерін барлығын біркелкі болу қажет. Одан кейін шанышқының көмегімен осындай етіп тесіп шығатын боламыз. Осы кезде міндетті түрде пешіңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыз. 180 градуста 20 минут сіздің тестіңіз пісіп шығатын болады. Ары қарай енді біздер кремді дайындайтын боламыз. Ол үшін сіздің ыдысыңыз құп-құрғақ болу керек. Және де сливкеңіз кемінде 4-5 сағат холодильниктен шыққан болу. Егер сіздің сливкеңіз толық салқындатылмаған болса, онда сіздің креміңіз өзінің формасын ұстамайтын болады. Сондықтан міндетті түрде 4-5 сағатқа холодильникке салып, сап-салқын сливкиден ғана кремді жасайтын боламыз. Сливкиміз салдық, одан кейін сахарная пудрамызды салдық. Енді барлығын араластырамыз. Құрметті достар, егер менің каналым ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет. Енді миксеріміздің ең жоғарғы скоростына қойып, мен 4 минут жарымдай миксерледім. Өте қатты жылдамдықпен араластыратын боламыз. 4 минут жарымдай араластырғаннан кейін менде өзінің формасын ұстайтын крем шықты қыздар. Сондықтан міндетті түрде мінекей көріп тұрсыз, миксердің мынандай ізі қалып жатыр. Миксеріміздің кремде ізі қалатындай етіп жақсылап араластырып алатын боламыз.
міндетті түрде сіз сливкидің 33%-дан жоғарысын қолданыңыз. 33-35%-ық сливкидің пайдаланыңыздар дегім келеді. Сол кезде сізде креміңіз жақсы шығатын болады. Біздің креміміз дайын болды. Қараңыздар, миксерде өзінің ізі қалып, өзінің формасын ұстап тұр. Сіздерде де осындай крем шығу қажет, егер жақсылап сливкиіңіз салқындатылған болса. Енді біздің тестіміз дайын болып қалды. Тестіміз өте әдемі болып пісті, қызарып, жақсы болып пісті. Мінекей формасынан шығарып жатырмын. Енді ары қарай пирогымызды жинақтайтын боламыз. Ең бірінші кремімізді дайындап салып алатын боламыз. Менде осындай кондитерский мешокқа салатын боламын. Егер сізде кондитерский мешок жоқ болса, жай ғана кремді пирогтың бетіне жаға салсаңыз да болады. Және менде осындай дөңгелек насадка. Бұл жерде кез келген насадканы қолдансаңыз, пирогыңыз өте әдемі болып шығатын болады. Дастарханға ұсынған кезде өте әдемі болып тұратын болады. Мінекей мешокқа мен осы сливкилерімізді салып алып жатырмын. Қазір жұмыс жасағанда маған ыңғайлы болатын болады. Енді банандарымызды жақсылап кесетін боламыз. Менде орташа көлемде осындай 4 банан кетті. Өте жіңішке етпей, орташа қалыңдықта, мына видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай етіп, қалыңдықпен банандарыңызды кесіп, дайындап алатын боласыз. Одан кейін ары қарай енді пирогымызды жинақтайтын боламыз. Мінекей біздің пирогымызға бірінші вареный сгущенкамызды саламыз. Вареный сгущенка өте сапалысын таңдаңыздар. Деповский, айналайын, тірі желание сияқты. Менде тірі желаниенікі. Бұлардың дәмі жақсы болады біріншіден, және өзін осы пирогта формасын ұстап тұратын болады. Жақсылап жағып шықтым. Ары қарай банандарымызды қоятын боламыз. Осы жерде сіз тіпті қуырылған грек жаңғағында қоссаңыз болады, өте дәмді шығатын болады. Банандарымызды осылай тізбектеп қойып шығатын боламыз. Менде 4 банан толықтай осыған жетіп шықты. Барлығын жақсылап әдемілеп қойып шығамыз. Пирогымыздың дайындалуының ең соңғы этапына келіп жетті. Қазір кремнің бетіне жағып шығатын боламыз. Қараңыздар, мынандай насадкамен пирогыңыз өте әдемі шығатын болады. Және де рецепт бойынша дайындасаңыздар, кремі осы пирогқа дәлме-дәл жететін болады. Артық еш нәрсе қалмайды. Пирогны жасалу өздеріңіз көріп отқандай өте оңай, ал дәмі өте кереметсіз. Бұл пирогты торттың орнына ұсынсаңыз болады. Көптің көңілінен шыққан ерекше дәмді пирогтардың бірі екеніне толық сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де барлықтарыңыздың назарларыңызға рахмет. Ас болсын. Рахмет.